Қазақстанның біраз аймағы әлі ғаламтор желісіне қосыла алмай отырғанда, денсаулық сақтау вице-министрі мен Бақытжан Сағынтаевтың орынбасары денсаулық сақтау саласының цифрлық жүйеге өтуін қадағалап, ел аралап жүр. Асададан жоғары шенділер келе жатыр дегенді естіген Қарағандының коммуналдық қызметі бүгін аяғынан тік тұрды. Олазай полицейлердің өзі әбден әбігерге түсетінді. Өңірде не жағдай болды? Тілшіміз айтып берсін. Премьер-министрдің орынбасары Асқар Жұмағалиев пен денсаулық сақтау вице-министрі Ләззат Ақтаева әуелі кардиохирургия орталығына бас сұғатындарын естіген Қарағанды басшылары емхананың алдын реттеуге кірісті. Коммуналдық қызмет жұмысшылары бірнеше күннен бері қатып тұрған мұзды түні бойы жарғандарын айтады. Ал шамасы келмеген қоқысты қосымша жұмысшылар алып, техникамен жинауға жанталасты. Үкіметтегілерден сөгіс естуден әбден жалыққан ба, әйтеуір биліктегілер жолды қоқыстан қойып, көліктерден де тазартумен әлек болды. Тіпті жол-патрульдік полицейлер жол бойында темір тұлпарды қалдыруға қарсылық танытты. Ал оталмаған темір тұлпарды коммуналдық қызметкерлермен бірге тәртіп сақшыларды итеріп шығарды. Ал Қарағанды өңіріне цифрлық жүйенің енгізілуін қадағалау үшін келген үкімет мүшелері тек қаладағы емханаларға ат басын тіреді. Жаңа жоба іске қосылса, тек тиімділігін көреміз деген жоғары шенділер ғаламтордан жұрдай шалғайдағы ауылдардағы жағдайдың не боларын сол бойы айтпады. Тек дәрігердің көмегіне жүгінген науқастың денсаулық тарихының қағазда емес, электронды түрде жүзеге асырылатын ғана мәлімдеді. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Информбюро, Қарағанды облысы.